Батырлардың дүбірі қалған Батыс Қазақстан. Орта Азияның қақпасы болған Жайық. Кешеге кіреуке киген батырлар күлдір-күлдір кісінетіп, күрең мінген батыс қой бұл. Белес-белес белдерінде әлі күнге сақтар мен массагеттердің жебесі ысқырып тұратындай. Ана бір төмпешектер Дәулеткерейдің көроғылын төксе, анау аса өзеннің ағысы Түркеш, Байжұма, Сейтектің күйі боп арқырай, нарынның құма, Махамбет боп ұрандап, күн ясына батқанша Динаның бұлбұлы боп сайрайтын төкпе күйдің төрі болған батыс өңірі ғой бұл. Кімдерге қоныс болмаған қоғалы көлдер, қом сулар, шалгиіз бен шоң, шайқы мен сартайдың жырын жатқа айтып жатқан ел ғой бұл. Ордалы елдің ортасынан шыққан құмар мен алаша, ажар мен дәуке, өтеғали мен мұхиттың әні ешқашан үзілмеген. Таңдайына бұлбұл ялаған Ғарекеңнің бірде қырандай қанатын қомдап, бірде қаршығадай шүйлігіп, сиқыры көп сазды сорғалатып, мұхиттың зәурешімен күрсіндіріп, айнам көзімен сағындырып, бір әнді, бір әлем, бір спектакльге айналдырғанын қалай ұмытсын мына жұрт. Ой, күн сәулем бір жаман, күтуге міне бір хабар, өшіріп ойынды біле алмай болдым.